Қыздар, сәлем, қалдарың қалай? Қыздар, мынау бар ғой, шаймен ішкенге керемет дәмді, тәтті десерт и тез жасалатын нәрсе. Осыны мен бар ғой, осыдан бірнеше жыл бұрын Шымкенттен көргім. Шымкентке бір барғанда 2-3 үйден осыны көргім. Бұның аты немен екенін білмеймін, сондықтан да Шымкенттің тәттісі деп қойдым. Бұған не бар, мінекей, 2 жұмыртқаны алып, сосын кейін ұн керек, 150 грамм 2 жұмыртқа, тұз керек, болды. Қуырғанға сұйықмай керек. 2 жұмыртқаны аласың да өстіп езіп жібересің дағы, үстіне ұнды саласың. Ұнды саласың да кәдімгі қамыр бар ғой, сондай қамыр илейсің осылай қылып. Жұмсақтау болсын, қаттылау болсын, енді әртүрлі. Сондай қылып илейсіз. Содан кейін кішкене тындырып қоя тұрасыз. Кішкене тынғаннан кейін бұны аласыз дағы кәдімгі қамыр қылып, жаясыз. Қамырды жаяды ғой. Соны осылай ыңғайлап аласыз дағы, сосын кейін жаясыз осылай жұқалау етіп. Қыздар, арнаға жазылып кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер, жарай ма? Сосын кейін мінекей өстіп жайып алдық. Енді бұны кесеміз. Кескенде әлгі иреленген пышақпен кессеңіз де болады, әдемі болады. Жай пышақпен де кесе беріңіз. Мен осындай ұсақ 4 бұрышты етіп кесесіз. Қыздар, ары кеткенде бір 10 минутың сізге былай жетеді. Содан кейін қызып тұрған майға апарып салып жібересіз. Кішкене қызардау, сарғайдау деген кезде бұны сүзіп алып, содан кейін үстінен кішкене суығаннан кейін сгущенка бар ғой, кәдімгі сгущенка. Сол сгущенкамен былай араластырсаңыз да болады, салат сияқты. Или былай үстінен осылай құйып шықсаңыз да болады. Сгущенный сетка жасап. Сосын кәдімгі шоколад бар ғой. Сондай шоколадты, мынау сияқты шоколад. Соны үгітіп үстіне сеуіп шықсаңыз болады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер, керемет күшті. Сгущенкамен жегенге, шаймен ішкенге вообще супер. Пока, қыздар. Давай, пока.